Армысыңдар құрметті көрермен, сіздермен бірге Асем және өмір құпиясы арнасында жаңа авторлық әңгіме. Көкжота өлкесі 1997 жылғы сәуір айы. Көктемгі ағаш кесу жұмыстарына шыққан топ қалың орман ішінен 2 мәйітті тауып алды. Екеуі де жалаңаш. Аяқтарынан арқанмен қарағай бұтақтарына 2 метр биіктікке ілінген. Ең жақын елді мекеннен 40 шақырым ұзақтықта Жапан түзде желтоқсаннан бері ешкім жүрмеген қысқы жолдың маңында табылған. Денелеріндегі таңбалар арқылы олардың Айыркөл ауылының 23 және 25 жастағы 2 тұрғыны екені анықталды. Екеуі де бұған дейін бұзақылық пен ұрып-соғу әрекеттері үшін сотталғандар болып шықты. Тергеу барысында олардың тірідей байланып, шешіндіріліп, аяқтарынан ілінгені белгілі болды. Өлімнің себебі қатты суықтан үсіп қалу. Қылмыскер 2 жыл бойы ізделгенімен нәтиже болмады. Бұл автобус аялдамасында танысқысы келмегені үшін немересін ес-түссіз қалғанша соққыға жыққан 2 бұзақыдан кек алған 73 жастағы майдангер қарттың ісі еді. Оқиғаның басынан бастайық. Әмірқұл ақсақалды Айыркөл ауылында бәрі танитын. Ол қарулы, сөзі аз, бірақ сыйлы қарт. Адамдар оған аяушылықпен емес, шынайы құрметпен бірінші болып сәлем беріп, кезекте жол беретін. Өйткені мұндай құрметке ол бүкіл ғұмырмен лайық болған еді. 1943 жылы 18 жасында әскерге шақырылып, жеңіс күніне дейін батыс шепте соғысқан. 2 бірдей ерлік белгісімен және сол жақ сандағы оқ сынығымен елге оралған. Сол сынық өмір бойы денесінде қалып, әр жаңбыр жауар алдында сыздап мазасын алатын. Соғыстан кейін 35 жыл бойы орман шаруашылығында ағаш кесуші, сосын топбасы болып еңбек етіп зейнетке шықты. Орманды ол саналы ғұмырын сонда өткізген адамдар ғана білетіндей деңгейде танитын. 50 шақырым айналадағы әрбір соқпақты, әрбір тоғай мен қысқы жолды жатқаша білетін. Жары 1989 жылы қайтыс болып, содан бері Әмірқұрқұл ауыл шетіндегі шағын ағаш үйде жалғыз тұрып жатты. Оның өміріндегі жалғыз қуанышы немересі Айсұлу еді. Айсұлу Марзаншар қаласында тұратын жалғыз ұлының перзенті. Ол 10 жасынан бастап әр жазғы және қысқы демалыста атасына келетін. Әмірқұл немересінің келуін үлкен мейрамдай күтетін. Күндерді санап, үйді реттеп, марқұм кемпірінің ескі мәзірмен бауырсақпен нан пісіретін. Қолынан келгенше барын салып, жалғыз жақынына деген махаббатын солай білдіретін. Айсұлу 18-ге толған. Марзаншар қаласындағы ұстаздар даярлайтын оқу орнының 1-ші курсын аяқтап жатқан еді. Ол ауылға келгенде Әмірқұлдың еңсесі тіктеліп, жүзіне нұр бітіп, күлімдеп жүретін. Оның тұйықтығына үйренген көршілері қарттың жүзіндегі мұндай бақытты тек немересі қасында болғанда ғана көретін. Ал Құдірет пен Берден болса, ауыл шетіндегі ескі, терезесіне жастық тығылған қисайған үйде тұратын. Құдірет 25-те, Берден 23-те. Екеуі де еш жерде жұмыс істемейтін, тек ішімдікке салынған, бұзақылықпен атыш андар еді. Күндіз ұйықтап, кеште ішіп, түнде ауыл ішінде сес көрсетіп жүретін. Бүкіл ауыл олардан іргесін аулақ салатын. 1996 жылғы желтоқсан айында Айсұлу қысқы демалысқа атасына келді. 3 желтоқсан күні кешкісін нан, сүт пен шекер алу үшін дүкенге шыққан. Дүкенге дейін 15 минуттық жол. Бала күннен таныс, қауіпсіз соқпақ. Дүкен маңындағы бекетте мас күйінде Құдірет пен Берден тұрған еді. Аязға қарамастан алды-артын ашып тастаған олар Айсұлуды көріп, «Ей, ару, бері кел, танысайық, қайда асықтың?» деп тиісе бастады. Айсұлу бұрылмастан өтіп кетпек болғанда, Құдірет оны қолынан ұстап алды. Қыз жұлқынып, «Жіберіңдер мені», деді. Мас миында бірдеңе кілт еткендей болды. Бұл бас тартуға деген ыза ма, әлде біреуден алғысы келген соқыр ашу ма, белгісіз. Құдірет қыздың бетінен жұдырықпен ұрып жіберді. Айсұлу құлағанда Берден оны тепкілей бастады. Сосын екеулеп, оны адам емес, қабырғандай аяусыз соққының астына алды. Ес-түссіз қалған қызды қар үстінде қалдырып, өздері ештеңе болмағандай кепіп қалды. Қызылға боялған аппақ қардың үстіндегі қоңыр дақ жаңа қар жауғанша 1 апта бойы қарайып жатты. Оны 20 минуттан кейін түнгі ауысымнан келе жатқан бір кісі тауып алып, жедел жәрдем шақырды. Айсұлуды Марзаншардың орталық ауруханасына жеткізді.
бас сүйегінің зақымдануы, денесіндегі көптеген жарақаттар және терең ес-түссіз күй, кома. Әмірқұл бұл туралы 1 сағаттан соң естіп, түнделетіп ауруханаға жетті. Палатаға кіргенде ол ешбір ата көрмеуі тиіс суретті көрді. 18 жасар, өмірі алда, арманы асқақ немересі жансыз денеде жатыр. Басы танылған, жан жағынан түтікшелер мен сымда шалғанған, аппараттың бір қалыпты шиқылы ғана естіледі. Туғаннан бері білетін нұрлы жүзі ісіп көгеріп, танымастай күйге түскен. Әмірқұл төсектің қасына отырып, таң атқанша тапжылмай немересінің қолын ұстап отырды. Сол сәтте біреу палатаға кірсе, жүзінде бірде-бір жас та, эмоция да жоқ, тас болып қатып қалған қартты көрер еді. Ол үнсіз, іштей Алладан шипа тілеп, тағдырдың бұл сынағына қасқая қарап отырды. Бұл жаны бір жола қирап, енді ешқашан қалпына келмейтін адамдарға ғана тән қаталдық еді. Келесі күні таңертең Әмірқұл сақшылар бөліміне барып арыз жазды. Шенді жас жігіт, шаршаған, жұмыстан басы айналған лейтенант арызды қабылдап, бәрін қағазға түсірді. Кешкі уақыт, аялдама, белгісіз шабуылдаушылар. Мән-жайды анықтауға уәде берді. 1 аптадан соң Әмірқұл қайта келді. Сақшы жігіт шарасыз кейіппен. Іздестіріп жатырмыз. Әзірге куәгерлер жоқ. Жолдан өткен адам тек қарда жатқан қызды көрген, бұзақыларды байқамаған деді. Әмірқұл, қашан табасыңдар деп сұрады. Сақшы үстелге қарап тұрып шынын айтты. Әмірқұл ақсақал, сізді алдамай-ақ қояйын. Ауылда мұндай іске бара алатын 40 шақты адам бар. Бәрі ішкіш, бұрын сотталған, жұмыссыз. Кімнің істегенін табу қиын. Егер біреу көрген болса, соңына түсер едік. Ал бұлай, деп сөзін аяқтасыз қалдырды. Әмірқұл бәрін түсінді. 14 күн бойы Айсұлу ес-түссіз жатты. Әмірқұл күн сайын Марзаншарға қатынайтын жолаушылар көлігімен 1 сағат жол жүріп келіп, немересінің қасында отыратын. 15-ші күні қыз көзін ашты. Бірақ атасын танымады. Тіл қатып сөйлемеді. Тек төбеге мағынасыз жанармен қарап жатты. Тағы 3 күн өткен соң Айсұлу айналаға мән бере бастады. Дауыс шыққан жаққа басын бұрып, саусақтарын қимылдатты. Бірнеше күннен кейін алғашқы сөздерін айтты. Тілі әрең күрмеліп, жаңадан сөйлеп үйренген сәбидей қиналды. Әмірқұл жанында отырып, оның қолын ұстап төзіммен күтті. Ондай төзімділік тек мінезмен емес, тағдырдың тауқыметімен шымдалған қарттарға ғана тән. Бір күн Айсұлу атасына ұзақ қарап тұрып, оны таныды. Әр сөзіне бар күшін салып, үзіп айтты. Ата, Құдірет пен Берден, мен оларды танимын. Біздің көшеде тұрады. Әмірқұл сөзін бөлмей тыңдап, басын изеді де немересінің қолынан сипап. Бәрі жақсы болады, Айсұлуым, бәрі жақсы болады. Демала ғой, деді. Жарты сағаттай қасында отырып, көрпесін түзеп палатадан шықты да Айыркөлге қайтты. Үйіне келген соң Әмірқұл жертөлеге түсті. Жыл сайын әдет бойынша жауып қоятын, бірақ жейтін ешкі жоқ қияр мен қызанақ толы банкалардың тасасында бір түйіншек жатыр еді. Май сіңген шүберекке оралып, жіппен мықтап байланған. Әмірқұл оны шешті. Бұл 1945 жылы соғыстан олжа ретінде әкелген неміс тапаншасы болатын. Қара болаттан соғылған, тұтқасы мықты, оқ жатырында 6 оғы бар. 51 жыл бойы оны қолына алмаған еді, бірақ майдангерлік әдетпен жылына 1 рет тазалап майлап тұратын. Бөлшектеп, әр тетігін сүртіп қайта жинады. Саусақтары 51 жыл өтсе де бәрін жатқа біледі. Бұлшық ет жадындағы қимылдар өшпеген. Тетігін тексерді, жұмыс істеп тұр. Қаруды сыртқы киімінің қалтасына салды. Әмірқұл 2 күн бойы Құдірет пен Берденнің үйін сырттай бақылады. Көшемен 1000 мәрте өткен адамдай жайбарақат жүрді. Көрші үйдің алдындағы орындыққа отырып, 1 сағат бойы олардың қисайған үйіне қарап отырды. Керектінің бәрін білді. Екеуі де ешқайда шықпайды, көліктері жоқ. Күн сайын кешке ащы су ішеді. Үйлері ауыл шетінде, ең жақын көрші 50 метр жерде. Терезелері аулаға қараған. Көшеден ештеңе көрінбейді.
Орман шаруашылығында істеген кезінде ағаш байлайтын мықты кендір арқанды тауып, оны бірнеше бөлікке кесті. 4 қысқа кесінді, қол аяқты байлау үшін. 2 ұзын арқан, асып қою үшін. Бәрін қапқа салып, 1983 жылдан бері аулада тұрған ескі темір тұлпардың жүк салғышына салды. Бұл көлікті ол апта сайын оталдырып тұратын, өйткені қару мен көлік қараусыз қалмауы тиіс деген қағидасы бар. Жағармайын тексерді. Жарты бақ жетеді. 3 күні кешкі сағат 7-де күн батып, ауыл көшелері қаңырап бос қалғанда Әмірқұл солардың есігін қақты. Желтоқсанның аязы 25 градус. Жұрт үйлерінде отырған кез. Есік арғы жағынан ашылып, табалдырықта берден көрінді. Үстінде жұқа киім, аяғы жалаңбас, мас күйінде. Іштен жылы ауамен бірге ащы су мен бұзылған тамақтың иісі бұрқ ете қалды. Оның артында темекі шегіп Құдірет тұрды. Екеуі де алдарында тұрған қартқа менсінбей қарады. Жай ғана шал. Қандай қауіп төндіруі мүмкін? Әмірқұл: айналайындар, жолдан адасып кеттім. Солтүстік көшесіне қалай шығуға болады? Деп қолмен үйдің бұрышын көрсетті. Берден басын бұрып, қарттың қолы көрсеткен жаққа қараған сәтте, Әмірқұл оның иегінен жұдырықпен періп жіберді. Жасы 73-те болса да, санында оқ сынығы болса да, 35 жыл бойы орман кесіп, ауыр бөрене тасқан адамның жұдырығы жылдар өтсе де жұмсармаған еді. Берден шабылған ағаштай сұлап түсті. Ешбір дыбыс шығармастан желкесімен ағаш еденге тарс ете қалды. Құдірет не болғанын түсініп те үлгермеді. Қараңғы әрі тар дәлізде мас күйінде тұрған оған неміс тапаншасының қара аузы кезеліп тұрды. Осыдан бірнеше секунд бұрын жол сұраған қарт енді қаруды нағыз кәсіби мергендей нық ұстап тұрған еді. Жерге жат, деді Әмірқұл суық дауыспен. Бетіңді төмен қарат. Құдірет тапаншаның сұсты түрінен қаймығып, алдымен тізерлеп, сосын еденге созыла кетті. Әмірқұл оған арқанның бір кесіндісін лақтырды. Ананы қолын артына қайырып тап байла. Құдіреттің саусақтары дірілдеп, ес түссіз жатқан Берденнің қолын әрең дегенде байлады. Әмірқұл түйіндерді тексеріп, одан сайын қаттырақ тартып тастады да, аяқтарын қоса шырмады. Содан соң Құдіреттің өзінде өмір бойы ағаш байлап үйренген, пышақсыз шешілмейтін мықты күрмемен құндақтап тастады. Екеуінің де аузына асханадағы шүберектерді тығып, Әмірқұл сыртқа шықты. Ауладағы 412 үлгідегі ескі көлігін үйдің табалдырығына жақындатып әкелді. Екеуін бір-бірлеп жүк салғышқа сүйреп әкелді. Әр қайсының салмағы 80 келіге жуық. Бірақ Әмірқұл өмір бойы бұдан да ауыр бөненелерді тасыған адам. Ол салмақты қалай теңестіруді, арқаға күш түсірмеуді жақсы білетін. Жүк салғышты жауып, үйдегі жарықты өшірді де, есікті құлыптап, рөлге отырды. Көлік ауылдан шығып, теріске беттегі ескі ағаш кесетін аймаққа қарай бағыт алған қысқы соқпаққа түсті. Көліктің шамдары қараңғылықтан қар басқан шашаларды бөліп көрсетіп келеді. Жол тарылып, қар тереңдей берді. Жарты сағаттан соң ауыл алыста қалып, алда тек үнсіз, шексіз, әрі қап-қара орман ғана қалды. Жүк салғыштың ішінен дыбыстар шыға бастады. Берден есін жиған еді. Екеуі де жұлқынып, ауыздарындағы шүберекке тұншыға мөңіреді. Әмірқұл көлікті тоқтатып, жүк салғышты ашты да, тапаншаның сабымен екеуінің де самайынан қысқа, әрі дәл нұқып жіберді. Олардың тынышталуына жететіндей ғана күш жұмсады. Сосын сапарын жалғастырды. 1 сағаттан соң ауылдан 40 шақырым ұзағанда Әмірқұл негізгі жолдан шығып, өзі 30 жыл бұрын жұмыс істеген ескі соқпаққа бұрылды. Мұнда ол 60-шы жылдары ағаш кескен болатын. Содан бері бұл жерге тірі жан аяқ баспаған. Темір тұлпар қалың қарды бұзып, қозғалтқышы гүрілдеп тағы 2 шақырымдай жүрді де, қарағайлардың арасындағы алаңқайға келіп тоқтады. Әмірқұл моторды өшірді. Түнгі орманның зілдей тыныштық орнады. Тек қарттың демі мен аяздың ағаш діңдерін шытынатып жатқан дыбысы ғана естіледі. Ол жүк салғышты ашып, екеуін сыртқа сүйреп шығарып, қар үстіне жапқызды. Олар есін жиған, көздері қорқыныштан атыздай болып, жаны ұшыра жұлқынып жатыр. Әмірқұл еш асықпастан бейне бір жансыз затты шешіндіргендей, олардың киімдерін методично шеше бастады.
Алдымен Бергеннің күртесін, жидесін, шалбары мен бәтеңкесін сыпырып алды. Сосын Құдіретті де солай қылды. Киімдердің бәрін көліктің жүк салғышына лақтырды. Екеуі де аппақ қардың үстінде жалаңаш байланып жатыр. Денелері діріл қағып, суық аяз терілеріне қайнап тұрған судай қарыла тиді. Әмірқұл жүк салғыштан ұзын арқандарды алып, ұшына тас байлады да, 4 метр биіктіктегі жуан қарағай бұтағына асыра лақтырды. Арқан бұтақты орап өтіп, жерге қайта түсті. Ол Берденнің аяғын мықтап байлап, арқанның бос ұшынан ұстап тарта бастады. Берден баяу, жұлқына жоғары көтерілді. Әмірқұл бұтақты кәдімгі жүк көтергіш ретінде пайдаланып, арқанды кезек-кезек тартып жатты. Бұл істі ол орман шаруашылығында жүздеген рет істеген. Бөренелерді де дәл осылай көтеретін. Тек бұл жолғы жүк адам еді. Арқанның ұшын көрші ағаштың дініне мықтап байлап тастады. Берден қараңғы аспан мен қара діндердің арасында 2 метр биіктікте аяғынан асылып қалды. Дәл осы әрекетті 5 метр жерде тұрған келесі ағашта Құдіретке де қайталады. Екеуі де жалаңаш күйі, түнгі аязда ажал құрығына ілінді. Әмірқұл олардың аузындағы шүберекті суырып алды. Екеуі бірдей жанұшыра, өзектері өртене айғайлады. Бірақ бұл айғай қалың орманның ішіне сіңіп, әлсіз жаңғырық болып қана қайтты. Ең жақын елді мекен 40 шақырым жерде болғандықтан, бұл жан айғайын еститін тірі жан баласы жоқ еді. Әмірқұл олардың алдында тұрып, төменнен жоғарға суық жанармен қарады. Оның көзінде басталған істі аяғына дейін жеткізген, Алланың алдындағы өз әділдігіне сенімді адамның нышаны бар еді. Ол ләм-мим деместен бұрылды да, көлігіне отырып жүріп кетті. Сыртында аяздың күші 27 дәрежеге жеткен еді. Мұндай суықта жалаңаштау дене кемшең, адамға қарағанда 10 есе жылдам тоңады. Ал аяғынан асылып тұрған жан тіпті тез солады. Өйткені қан басқа шауып, жүрекке шеккен тыс күш түседі де, ағза толық үсігенше ақ шыдас бермейді. Алғашқы 10 минутта олар дауыстары қарлыққанша шыңғырды. Бірақ сол айғай қараңғы аспан мен қарағайлардың арасында жоғалып жатты. 10 минуттан соң айғай тыйылды. Суықтан кеңірдектері түйіліп, тек әлсіз сырыл ғана шыға бастады. 20 минуттан соң денелерінің дірілі де тоқтады. Бұлшық еттері мүлдем бағынбай, тек саусақтары ғана ауаны қармап, әлсіз қозғалды. 30 минуттан соң екеуі де ес-түссіз күйге түсті. Бейне бір жарықты біреу кілт өшіргендей болды. 40 минут өткенде жүректері тоқтады. Екі мәйіт аязды тыныштықта аппақ бол, қырау басып, қозғалмай асылып тұрды. Түн ортасында жауған қар олардың ізінде, көліктің соқпағында толық көміп тастады. Таң атқанда бұл жерде ешқандай белгі қалмаған еді. Тек желмен тербелген екі дене ғана қалды. Әмірқұл үйіне түн ортасы ауа келді. Көлікті аулаға кіргізіп, жүк салғыштан бұзақылардың киімдерін, 2 күрте, 2 жейде, 2 шалбар мен бәтеңкелерді алды. Оларды аула шетіндегі темір бөшкеге салып, үстіне жанармай құйып өртеп жіберді. Бәрі күлге айналғанша қасында тапжылмай тұрды. Сосын үйге кіріп, соғыс олжасы болған тапаншаны майлы шүберекке орап, жертөледегі банкалардың тасасына қайта тықты. Қолын жуып, бисмиллясын айтып, ұйқыға кетті. Құдірет пен Берденді тек 1 аптадан соң іздей бастады. Көршісі есіктің ашық тұрғанын көріп, сақшыларға хабар берген. Бірақ олар бұрында жоғалып кететін болғандықтан ешкім қатты алаңдамады. 1 айдан соң іздеу жарияланғанымен нәтиже болмады. Денелері тек сәуір айында табылды. Ағаш кесушілер тобы көктемгі жұмысқа шыққанда, ескі соқпақтан желмен тербелген, қарайып кеткен 2 мәйітті көреді. Тергеу амалдары олардың тірідей асылғанын, суықтан өлгенін анықтады. Бірақ қысқы боран барлық ізді өшіріп тастаған еді. Не көлік ізі, не саусақ таңбасы, не бірде-бір айғақ табылмады. Сақшылар Әмірқұл ақсақалданды жауап алды. Ол сабырлы кейіппен оларды танитынын, бірақ көптен бері көрмегенін айтты. Немересіне жасалған қиянат туралы ешкім сұрамады. Өйткені ол арыз басқа қалтада, басқа іс ретінде шаң басып жатқан еді. Ешкімнің ойына сол момын қарттың мұндай іске баратыны кіріп те шықпады. Айсұлу баяу сауыға бастады.
Ақпан айында ауруханадан шықты. Өмір бойы мазасын алатын бас ауруы қалғанымен ол оқуына қайта оралды. Жазда атасына әдеттегідей демалысқа келді. Тек енді кешкісін жалғыз шықпайтын болды. Әмірқұл оны табалдырықта қарсы алып, құшағына басты. Үй ішінде самаурын қайнап, үстел үстінде атасының қолымен пісірілген, пішіні келіспесе де, махаббатпен дайындалған бауырсақтар мен нан тұрды. Олар шай ішіп отырып, Айсұлу оқуы мен болашақ мұғалімдік жолы туралы айтып берді. Әмірқұл оны үнсіз тыңдап, басын изеп отырды. Оның жүзінде жалғыз жақынын аман сақтап қалған адамның тыныш бақыты бар еді. Сол желтоқсан түнінде ауылдан 40 шақырым жердегі ескі соқпақта не болғанын ол ешқашан ешкімге тіс жарып айтпайды. Бұл құпияны ол өзімен бірге, санындағы оқ сынығы мен кеудесіндегі медалдары секілді о дүниеге алып кетеді. Бұл оқиға біздің өміріміздің кейде қаншалықты қатал әрі әділетсіз болатынын көрсетеді. Отбасына, жақындарына қорған болу, қиындықта бірге болу ең үлкен парыз. Әрбір адам бұл хикаядан өзіне сабақ алар деп сенемін. Әділдік пен мейірім әлемімізді нұрландырсын. Тыңдағандарыңызға рахмет.